Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен сіздерге Quizzes сайты арқылы сауалнама құрудың жолын көрсетемін. Алдымен Google поисковикке Quizzes сайты деп жазамын. Сайт ашылады. Сайттың оң жақ шетінде Sign up деген тіркелу деген батырма тұр. Сол батырманы басу арқылы сайтқа тіркелемін. Сайтқа тіркелудің екі жолы бар. Бірінші жолы Google аккаунт арқылы, екіншісі электронды почтаны жазу арқылы. Мен өзімнің Google аккаунтымен тіркелемін. Quizzes сайты ашылды. Енді сауалнаманы құру үшін сайттың сол жақ шетін қарасаңыздар, бұл жерде создайте деген сөз тұр. Сол создайте деген плюсиктің тұсын басып, викторинаны басамын. Енді тақырып қою керек болады. Бұл жерге тест сұрағы деп жазамын. Одан кейін пәнді таңдауым керек. Мен өзім образование бөлімін таңдаймын. Содан кейін барып следующий батырмасын басамын. Енді тестті бастау үшін большой выбор дегенді басып, тест сауалнама құруды бастаймын. Алдын ала сауалнама сұрақтарын бортқа дайындап қойған болатынмын. Соны көшіріп саламын. Тест сұрағын қосымша сурет қоюға болады. Google-дегі дайын тұрған суреттің сілтемесін көшіріп аламын да, сурет тұрған таңбаның тұсынан көшіріп салып, спасти деген батырманы басып жүктеймін. Сурет жүктелді. Енді сұрақтың жауаптарын жазамын. Енді келесі флажок батырмасын басу арқылы екінші сұрақты жазамын. Бұл жерде сұрақ қойған кезде оқушы жауап берер кезде птичка батырмасын басу арқылы орындайтын болады. Флажоктың ерекшелігі осы. Енді сұрақтар мен жауапты жазып болған соң, компьютердегі дайын фотоны жүктеуге болады. Суретті таңдап, открыть батырмасын басып, суретті жүктеймін. Келесі сауалнаманың бір түрі заполнить бланк батырмасын басу арқылы сұрақ қоюға болады. Ол үшін сұрақты жазып алғаннан кейін ответ деген жерге дұрыс жауапты жазып қоямын. Оқушы сұрақты оқып алғаннан кейін өз жауабын жазатын болады. Енді опрос деген батырманы басып, сауалнаманы толтырып қоямын. Ол үшін дайын сұрақты көшіріп, жоғарыдағы бос орын тұрған жерге ставить батырмасын басып саламын. Дайындап алған жауаптарды бірінен соң бірін көшіріп орналастырамын. Спасти батырмасын басып сақтаймын. Неокончательный батырмасын басу арқылы келесі сауалды жазуға болады. Бұл жерде аяқталмаған сұрақтар немесе жауабын жалғасын тап деп оқушыға қоюға болады. Оқушы өз жауабын жазады. Енді сауалнаманы құрып болдық. Тест сұрағының үстіне фото қойып әрлеуге болады. Мен өзімнің алдын ала дайындап қойған Қазақстан картасының суретін жүктеп саламын. Одан кейін тілді таңдап, қазақ тілін таңдап алып, сыныпты көрсетемін. 7 сыныпта таңдаймын. Дайын тест сұрағын барлығына көру үшін немесе приватный деп жасырып қоюға болады. Сохранить батырмасын басып сақтаймын. Тест сұрағы дайын болғаннан кейін енді оқушыларға жіберудің екі жолы бар. Бірінші жолы онлайн қосылу арқылы, екіншісі жеке оқушыға орындауға беруге болады. Мен начать живую викторина дегенді басып, классикалық түрін таңдаймын. Продолжить батырмасын басып, поделиться батырмасын басып, сілтемені көшіріп алып, топтарға немесе жеке оқушыға
жіберуіме болады. Қазір сабақ болып жатырғандықтан өзімнің екінші нөміріме салып жіберемін. Оқушылар қосылған кезде өз аттарын жазып осы жерде көрініп тұрады. Мен өзімнің екінші нөмірімен қосылып отырғандықтан аты жөнін жазбай тез сіздерге көрсету мақсатында жаза салдым. Жалпы осы жерде қатысушылардың барлығы кірген кезде начните деген батырманы басып тест сұрағын онлайн орындауға болады. Байқасаңыздар, қатысушылар дұрыс жауап берген кезде жасыл белгі көрінеді, ал қате жауап беретін болса қызыл түске енеді. Және оқушылар өздерінің қанша пайыз дұрыс жауап бергендігін, неше ұпай жинағанын көріп отырады. Болған соң, оң жақ шеттегі жоғары жақта end деген батырма бар. Соны батырманы басып, жауапты аяқтаймыз. Сұрақтардың барлығын сұрақты аяқтап болғаннан кейін оқушының дұрыс немесе қате жауап бергенін осы жерден көруге болады. Выходты басып негізгі бөлімге кіремін. Отчет деген батырманы басқан кезде сол жақ шеттегі бүгінгі құрған тест сұрағын басып, ашып, нәтижесін қарауға болады. Нәтижесін қарау үшін участники деген бөлімді бассақ, оқушылардың аты жөнін жазуы тұрады. Вопросы дегенді бөлімді бассақ, қалай жауап бергендерін көруге болады. Обзор бөлімін басып қарасақ, бұл жерде әр қатысушының жинаған ұпай саны және алған пайызы шығады. Жауаптарды шығарып алу үшін распечатать деген батырманы басып, үстінен бассақ, бірден печатқа принтерден жауаптарды шығарып алуға болады. Немесе скачать батырмасын басып, жүктеп алып, сол жауаптарын көрсетуге болады. Жақсы, іске сәт. Сау болыңыздар.